Сәлеметсіздер ме? Мен Ізімова Шолпан Қасымханқызы, номер 58 жалпы білім беретін орта мектебінің 10-шы А сынып оқушысымын. Музей тарих куәсі атты республикалық видеороликтер конкурсының қатысушысымын. Биыл Әлия Молдағұлованың туылғанына дәл 100 жыл болып отыр. Шынында да музей әрбір мемлекеттің бір тарихының және көптеген мәдениеттерінің ұштастыратын киелі де қадірлі мекен. Сол себептен біз Ақтөбе облысындағы Әлия музейіне келіп отырық. Әлия Молдағұлова 1925 жылы Ақтөбе облысы Қобда ауданы Бұлақ ауылында туылған екен. Ал музей жайлы айтатын болсақ, музей 1985 жылдың 22 сәуірінде ашылған. Және бұл музейдің әрбір жерінде, әрбір тынысы тура Әлия Молдағұлова жайлы айтылған. Қазақ қыздың батырлығы жүрегінде, даналығы, ақыл парасатында демекші, шын мәнінде Әлия Молдағұлова біздің мекеніміздің және тіпті барлық қазақ елінің үлкен мақтанышы. Оның аты тарихтарда алтын әріппен жазылатыны бәрімізге анық. Ал Әлия Молдағұлова жайлы ең алдымен Сейілхан Асқаров зерттеген болатын. Сонымен қатар Әлия Молдағұлованың туылғанына 100 жыл және жеңістің 80 жылдығына орай музей іші заманауи технологиялармен қайта жабдықталды. Мұнда келушілердің енді виртуалды экскурсовод қарсы алады және ол 5 тілде сөйлейді. Кейін архивтер мен іздеу жұмыстары кезінде табылған құнды дүниені көріп, Әлия Молдағұлованың хатын оқиды. Ол үшін жасанды интеллект голограмма қолданылады. Музейдің тағы бір артықшылығы бұл жерде Әлияның үйінде анық көрсеткен. Көріп тұрғандарыңыздай бәрі шынайы кейіпте жасалған. Әлия музейіне келгенде 2018 жыл болатын. Ол кездегі Әлия музейі мен қазіргі Әлия музейі салыстырғанда көптеген өзгерістер болатын. Қазір барлығы жаңа технологиялармен жабдықталған, әрбір бұрыштан өте керемет дүниелерді көре аламыз. Және де жаңадан қосылған Әлияның хаты да біз үшін өте жаңа мағлұмат болды. Шынында да бұл жерде оқи отыра сіз өзіңіздің қазақ елінің тарихына ұмтылып, сол заманның, сол ұлы отан соғысының қиыншылығын көре аласыз. Музейде цифрлық технология көмегімен дыбыс және бейне сәтті баяндалынды. Мұнда Әлия тұрған үйдің макетін, үй ішіндегі жандарды көруге болады. Сонымен ұрыс даласындағы ерлігі де көрсетіледі. Келгенде 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні музей үшін мәнінде тарихтың куәсі. Музейдің ішінен біз әрбір мемлекеттің, әрбір елдің мәдениетін, оның тарихын, оның дәстүрін көре аламыз. Шын мәнінде егер адамның тарихы, діні, тілі болмаса, ол ел тіпті мемлекет емес екені шынымен де айқын дүние.